Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода доллар гүлі ұнататын, долларға берсеңіз керемет стрелка шығарып беретін керемет бір тыңайтқыш туралы айтамын. Оны қалай пайдаланасыз? Дәл осы видеода қазір жасап көрсетемін. Қалай бересіз, қалай пайдаланасыз? Құрамында қандай керемет тыңайтқыштар бар? Доллардың жақсы өсу үшін біз алдымен тамырын жақсартуымыз керек. Егер сіздің долларыңыздың топырағы дұрыс болса, горшогы дұрыс болса да, ол кейде жоғары қарай стрелка шығармай жатады. Не болмаса, жылына бір 2 стрелка шығарады да тоқтап қалады. Сондай кездерде осындай тыңайтқыштар беріп, стрелка шығаруын көбейтуімізге болады. Видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Негізінде қандай да гүл болмасын, алдымен оның тамырын жақсартып, өсуін жақсартпасақ, сол кезде ғана ол бізге жақсы жасыл жапырақ, жақсы жасыл сабақ шығарып береді. Ол үшін тамырға не керек? Тамырға фосфор керек, магний керек, жақсы өсу үшін кальций керек, түрлі сондай тыңайтқыштар керек. Ал қазір осы қолдан жасалатын, үй жағдайында жасалатын тыңайтқыштың кәдімгі қарапайым ас бөлмеде табылатын чечевица. Мен қазақшасын білмейді екем. Чечевица, кәдімгі өзіміз тамақ жасаймыз ғой. Түрлі кашалар жасаймыз, сорпалар жасаймыз. Барлық магазинде табылады. Үйде де табылады деп ойлаймын. Бізге көп керек емес. Ары кетсе 2 қасық, не болмаса 4 қасық қана керек. Осы чечевицаның құрамында өте керемет гүлдерге пайдалы тыңайтқыштар бар. Қазір барлығын тізіп айтып беремін осы видеода. Дәл осындай тыңайтқыштарды тез өсетін гүлдерге, жылдам өсетін гүлдерге және жаздай гүлдеп тұратын гүлдерге 2 аптада 1 рет берсеңіздер болады. Ал доллар сияқты жай өсетін гүлдерге айына 1 рет берсеңіздер болады. Көп көрермендерім сұрап жатады, сенің осы тыңайтқышың жалғыз долларға ғана бола ма? Или басқа да гүлдерге бола ма деп? Барлық гүлдерге жарайды. Барлық гүлдің топырағына сеуіп қойсаңыздар болады. Міне, кәдімгі чечевица. Чечевицаның қай түрі болса да жарай береді. Ешқандай разница жоқ. Бұның құрамында өте керемет түрлі микро-макро элементтер бар. Әсіресе осы тамырдың дамуына пайдасы тиетін. Кәдімгі осындай блендерді аласыздар. Менің блендерім кішкене үлкендеу, бұда майдалау өте қиын болады. 3 қасық осы чечевицаның 3 ас қасық саласыздар. 3 ас қасық салып, жақсылап үгіттейсіздер. Үгітіп, негізінде кәдімгі стакан секілді жіңішке блендер алуым керек болып жүр. Себебі мынау мүлдем болмайды екен. Мен уже қанша мәрте, қанша затты үйсіп өткізіп, жаңағы көрдім, ірі ғып өткізеді. Ұнтағы өте аз болады. Мен ұнтағын ситадан өткізіп алам. Сита деген сүзгі дейма, не дейді ана? Елегіштен өткізіп алам да, сол ұнтағын топыраққа сеуіп пайдаланам. Енді алла қаласа бір неғанда жаңағы кәдімгі осындай заттарды қатты ұнтақтайтын кофемолкаға өткізсеңіздер болады. Не болмаса кәдімгі стакан секілді қазір түрлі блендерлер шыққан ғой, сондай блендерге өткізсеңіздер жақсы ұнтақтап береді. Мінеки осы ұнтақты әр горшокқа 1 қасықтан саласыздар, ас қасықпенен. Мысалы, сіздің горшогыңыз, менің мына доллардың горшогы 3 литрден жоғары. Оған 1 ас қасық жетпейді. 1 ас қасықтан көптеу 2 қасық салсаңыздар да болады. Егер горшок кішкентай болса, қасындағы гүлімнің горшогы 1 литрге жетпейді. Оған 1 ас қасық салсаңыздар жетеді. Топырақтың бетіне сеуіп, кішкене топыраққа араластырып қоясыздар. Сіз әр гүлді суарған сайын осы чечевица топыраққа өзінің керекті тыңайтқышын, құрамындағы витаминін беріп отырады. Чечевицаның құрамында соншалықты қандай тыңайтқыш бар дейтін болсаңыздар, чечевицаның құрамында фолиевая кислота, B1, B2, B6, фосфор, темір, осы гүлдерге керекті барлық тыңайтқыштар бар. Кальций, калий бар, магний және селен деген тыңайтқыштар бар. Бұл тыңайтқыштардың барлығы гүлдердің тамырының дамуын жақсартып, жоғары қарай жақсы стрелка шығаруына көмектеседі. Негізінде гүліңіздің түріне қарап, ол қалай өсіп жатыр? Дұрыс өсіп жатыр ма, дұрыс өспей жатыр ма? Егер де сіздің гүліңіз жақсы стрелка шығарып, өзі дұрыс өсіп жатса, демек ода тыңайтқыш өзіне жеткілікті.
Ал егерде өспей жаңағыдай бір орында тұрып қалса, осындай тыңайтқыштар беріп көріңіздер. Не болмаса, кеше мен видео түсірдім аспирин туралы, сондай какой-то бір гүлге толчок беретін, стресстен шығаратын бір препараттар шашып, не болмаса топырағына құйып берсеңіздер болады. Сол кезде ол жақсы өсуін жалғастырады. Енді екінші жолын, дайындаудың екінші жолын айтайын. Кәдімгі 1 литр суға 2 ас қасық чечевицаны саласыздар, 50-60 градус ыстықтау су құясыздар үстіне. Сөйтіп ол 3-4 сағат тұрады. Негізі 1 суткаға қойып қойсаңыздар да болады. Дәл жаңағы күріш, басқа да тыңайтқыштар секілді. 1 суткаға қойып, ертеңіне соны жақсылап қозға жіберіп, ішіндегі чечевицаны сүзіп алып, суын осы гүлдерге пайдалана берсеңіздер болады. Топырақты алдымен ылғалдап аласыздар. Себебі тамырға зиян тимеу керек. Дәл осындай модный тыңайтқыш пайда болады. Осы тыңайтқышты гүлдерге аз-аздан құясыздар. Кеше видеода көрсеттім. Егерде сіздің стаканыңыз кішкентай ғана 100 грамдық, 200 грамдық болса, стаканыңыз деппін ғой, горшогыңыз, демек оған сіз қасықтап құясыз. Ас қасықпен 5-6 қасық. Ал 1 литр болатын болса, онда 200 грамдық стаканның жартысын құясыз. 1 литрден асып 2 литр, 3 литр болатын болса, 200 грамм стаканды толтырып құя берсеңіз болады. Қандай да тыңайтқыш бергенде горшоктың көлеміне қарап беру керек. Шылқылдатып, былшылдатып, прям қатты құятын болсаңыз, ол сол жерде тұрып қалады. Одан кейін бұлар органикалық тыңайтқыш болғаннан кейін какой-то бір иіс шығарады. Сол иіс шығармас үшін топырақты қатты шылқылдатып, осы 1 литрді 1 горшокқа құя салмау керек. Долларларға негізінде суды азырақ құямыз, аз құямыз. Вообще негізі плотно бір жақсылап суғарып аламыз, сөйтеміз да содан кейін күтеміз. Ол топырақ кепкенше күтеміз. Мен қазір саусағымды не үшін тексеріп көріп жатырмын. Мен бұның бетіне қазір тыңайтқыш сеуіп қойдым. Егерде бұған су керек болса, мен оны бірінші саусағымды жаңағы топыраққа тығып тексеріп көремін. Астында ылғал бар болса, демек оның астыңғы жағында, менің саусағым жетпейтін жақта, одан да көп ылғал деген сөз. Су құймаймын. Дәл солай тексерсеңіздер болады. Доллар көбінше суды көп құйғаннан зардап шегеді. Себебі астында картошка болады, тамырларын өздеріңіз білесіздер, кәдімгідей жуан болады. Олардың бәрі бүкіл сіз құйған суды денесіне тартып тұрады. Сөйтеді да, сіз оны шөлдеді деп үстіне тағы да құйсаңыз, ол артық суды іше алмайды да, тамыр шірейді. Доллар жақсы өсу үшін жеңіл, жұмсақ, ауа өткізгіш жақсы топырақ керек және тар горшок керек. Долларыңызды жылда қайта-қайта пересадка жасамаңыз. Неғұрлым тамыр қысылған сайын доллар жоғары қарай жақсы стрелка береді және картошкадан картошка туып көбейеді. Дәл бүгінгі тыңайтқышты жасап беріңіздер долларларыңызға. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар.